Саулдан қашып, Израильдің ана жер, мына жерлерінде жасырынып жүрген Дәуіт, өзіне ерген адамдармен бірге Филистер жеріне жетті. Ғат қаласының патшасы Дәуітті қарсы алып, Сикалек деген қалада тұруына көмек берді. Сонда Филистер Израильмен соғысатын жағдай туды. Дәуіт филистерлердің жағында тұрып, өз халқымен соғысатын болды. Дәуіт ыңғайсыз жүрекпен 600 әскерді ертіп алып, соғыс жеріне келді. Сонда не болды? Филистердің әрбір аймақтарынан келген патшалары Дәуіттің келгенін көріп наразы болды. Бұрын өздеріне қарсы соғысқан Израиль әскерінен шыққан Дәуіт енді соғыс кезінде филистерлерден бас тартуы мүмкін деп ойлады. Ақырында Ғат патшасы Дәуітке Сикалекке қайтуды бұйырды. Мүмкін Дәуіт жеңіл жүрекпен үйіне қайтқан шығар. Әйтсе де оны Сикалекта соғыстан да үлкен мәселе күтіп тұрған еді. Дәуіт пен оның әскерлері қаладан шыққан кезде Амалектіктер Сикалекке шабуыл жасап, Дәуіт пен әскерлердің әйелдері, балаларын және барлық мал-мүліктерін алып кеткен болатын. Дәуіт те басқа әскерлерде әлдері құрығанша егіліп жылай берді. Кейбір адамдар қатты қайғырып, Дәуітке ашуланып, оған тас лақтырып, оны өлтірмекші болды. Сол сәтте Дәуіт Құдайға сыйынып, одан күш жігер алды. Ол Құдайдан сол шапқыншы әскерлердің соңынан қуып жете аламын ба деп сұрады. Құдай оған: соңына түс, қуып жетесің, бәрін құтқара да аласың деді. Сөйтіп Дәуіт пен 600 әскер Амалектіктердің соңынан қуып кетті. Алайда бірнеше күн бойы соғысқа қатысу үшін ұзақ жол жүрген әскерлердің бір бөлігі шаршап, қатты жылаумен Амалектердің соңынан қууға қиын жағдай болды. Босор ағынына жеткен кезде Дәуіт 200 адам тым шаршап, жүре алмай келе жатқанын көрді. Дәуіт сол 200 адамды қалдырып, 400 әскермен Амалектіктердің соңынан қуып кетті. Құдайдың көмегімен Дәуіт пен оның әскерлері өз әйелдері мен балаларын және барлық мал-мүлкін өздеріне аман-есен қайтарып алды. Жеңіспен оралып келе жатқан жолда Босор ағыны жағасында қалдырып кеткен 200 адамы оларды күтіп алды. Сонда соғысқа қатысқан 400 адамның кейбіреулері: бұл адамдар бізбен бірге бармады, сондықтан оларға тек әйелдері мен балаларын ғана қайтарайық. Түскен олжадан еш нәрсе бермейік деді. Бұл сөз әділ сияқты көрінді. Себебі соғыста шайқасқан адам көбірек алуы әділ ғой. Әйтпесе кім соғысқа қатысып жанын сала шайқасады? Әйтсе де Дәуіт былай деді: біз бұл соғыста өз күшімізбен жеңген жоқпыз. Жеңісті бізге берген Құдай. Сондықтан Құдайдың берген сыйын өзіміздікі деуге болмайды. Дәуіт қайтарып алған мал-мүлкін соғысқа бармаған 200 адамға да бөліп берді. Содан бастап соғыстан түскен олжаны бәріне де бөліп беру Израильдің заңы боп бекітілді. Көптеген адамдар: мен еңбек еттім, бәрін өз күшіммен жасадым деп, өз күшіне мақтанып, өзін басқалармен салыстырады. Әйтсе де Дәуіт өзіндегі бардың бәрін өз қабілетімен емес, Құдайдың берген сыйы екенін түсінді. Біз әділдік туралы ойлағанда, алдымен осыны Құдай берді деген сөзді есімізде ұстайық. Сонда жүрегімізден күңкілдеу, реніштен гөрі алғыспен бөлісу орын алады.